Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін сыры қосылған бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға жұмыртқамызды, разрыхлителімізді, шым-шым тұзымызды қосып венчикпен араластырамыз. Енді сырымызды, творогымызды, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды осылай 9 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспақ болады. Сол үшін ұн сеуіп, осындай домалақ колечкалар жасап шығамыз. Дайын болған колечкаларымыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Бетіне кунжут сеуіп, алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.